Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздер менен тағы да тікелей жаңағы видео жасауыма тура келді. Сіздермен болып отырған Сәлеева Әсеткүл. Бүгінгі видеомда мен сіздерге осы қазіргі қиын уақыттағы біраз тамақ аурулары туралы жазған едім. Сонда да әлі толықтап көп адамдар сұрап жатыр. Сондықтан қайталауыма кейбір қосымша қайталауыма тура келіп тұр. Және қалай қазіргі коронавирус кезінде қалай мен иіс сезбей қалдым дейтіндер көп болып жатыр. Иіс сезбей қалдым. Сол иіс сезбеу орган, иіс сезбегенді қайттан қалпына қалай келтіреміз деп сұрап жатқандар өте көп болып жатыр. Әрине, бұны вируспен ауырған деген оңай нәрсе емес. Вирустың өте қатты түрі, орта түрі, өте жай ғана түрі, неше түрлі симптомдарға бөлініп жатыр қазір. Барлық интернетте де солай айтылып жатыр ғой. Кейбіреулері тіптен үйден жазылып кетіп жатыр. Үйден жазылып кетіп те жатқандары бар. Мысалы, мұрнын алдыменен өкпесін түсіріп жатады барып. Өкпесін алдымен жүгіріп барып өкпесін түсірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені тағы да вирус үстіне вирус қосып аласың. Өкпең өте сырылдап, демікпе пайда болып, сондай өте қатты қиналып тұрмаса, рентгенге бара берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер әрине өкпе өте қатты сырылдап, жаңағыдай демала алмай, жөтел көбейіп кеткен жағдайда міндетті түрде дәрігерге және рентгенге түсіп, арғарта дәрігердің емін алу керек болады. Мына өзім ары-бері ойлап көріп, осы көп жылдық еңбегімнің тәжірибе бойынша көбірек кішкене ойластырған кезде мен мұрынды қалай иіс сезбей қалғанды қайтару керек деген ойға көбірек іздендім. Мысалы, мұрынның мына жағы, мына бергі жағы жаңағы демалу орны. Ал мұрынның мына жағы иісті сезетін орын осы болады. Иісті сезетін осыдан былай қарта жаңағы иіс сезу органы болады. Ал енді сол иіс сезу органын қалай қалпына келтіретін болса, тек қана бұл енді гормондық дәрі болады. Жаңағы ауыз қуысы мен мұрын қуысына ем жүргізіп отыратын Назанекс. Сол Назанексті күніне түске дейін бір рет, кешке қарта бір рет тамызып отыру керек деп ойлаймын. Өйткені оған көп қолданып, көп пайдалануға әдеттенбеу керек. Өйткені ол гормон дәрі. Бірақ 2 апта бойы қолданса, сіздің иіс сезу органыңыз қайттан қалпына келеді. Маған келіп жаңағы сұрап жүрген осындай вируспен ауырған кісілерге осыны айтқанымда сол қалпына келтірді. Бұны мен көп іздендім. Қалай етсек екен? Қалай мұрын сезуді, мұрынның жаңағы иіс сезу органын қайттан қалпына қалай келтірсек екен деп көп іздендім. Көп ізденіп барып тапқаным осы болып, осыны 3-4 адамға, 3-4 емес, тіптен 5-6 адамға беріп едім. Иіс сезу органы 2 аптадан кейін қалпына келді. Кейбір өте қатты ауырған адамдар 2 аптадан көбірек жүрді. Ал орта симптом, білінер-білінбес симптомдары болады ғой, жаңағы вируспен ауырғандардың. Соларда 2 аптаның ішінде қалпына келген жағдай болды. Сондықтан мұрынның иісін қайта сездіру үшін осыны қолданғандарыңыз жөн деп есептеймін. Бірақ тағы да қайталаймын, өте оған үйір болып үйреніп кетпеңіздер деп айтамын. Ал енді мен ангинадан бұрын тағы да айтар болсам, мына коронавирустан ауырған адамдарға біздің дәрігерлер өте күшін салып ақ жатыр. Көп адамдар шуылдай береді. Ал шын мәнінде еңбек ету, ол аурулармен жұмыс істеу деген оңай дүние емес. Оның неше түрлі симптомдағы адамдар жаңағы барып жатыр. Шамасы келгенше, мысалы, көп адамдарды
бері қайырып жатқаны да бар. Денсаулығы бұрыннан кінәраты бар. Үлкен кісілер өмірден қайтып кетіп жатқаны да бар. Осы арада осы видеомды пайдаланып, сол өмірден қайтқан кісілердің барлығына көңіл айтқым келеді. Әрине, тілсіз жау дегендей, осы өкпеңнен, бүйіріңнен келіп соққандай болып соқты бұл вирус халыққа. Оңай емес, бірақ сақтанып жүргеніміз әр уақытта жақсы. Жаңағы жас та кетіп жатыр, үлкен де кетіп жатыр. Сондықтан мен қайта мынандай өзімді өзім қоярға жер таппай дегендей, қайттан сіздерге кішкентай да болса көмегім болсын деп шықтым. Ал енді үлкен вирус болып, жаңағы үлкен симптомменен ауырған адамдарға менің ешқандай айтарым жоқ. Оны сол өздеріне жаңағы тиісті дәрігерлер бар емді жасап жатыр. Ал мен сол дәрігерлермен тағы да қосымша мына симптомдары төмен адамдарға біраз көмегім тиді. Мысалы, қойдың құйрық майы шыжғырып дейді ғой қазақша. Жаңағы майды шыжғырып алып, содан ертең-ерте 2 ас қасықпен, тіптен 1 ас қасық емес, 2 ас қасықпенен ішетін болса, кәдімгідей іштегі вирусты қақырық қылып шығарады екен. Ол өзімнің басымнан өтіп отқаннан кейін айтып отырмын. Әрине, мен өзім тікелей қабылдаған жоқпын, телефонменен кеңес беріп отырмын. Сонда жаңағы қойдың құйрық майы өте пайдалы екен. Және құйрық майды бүткіл денесіне, кәдімгі жас баланы сипағандай, қазіргі жас балаларды қойдың құйрық майымен сипамайды ғой. Біздер мысалы қойдың майыменен өскен адамдармыз. Тіптен қойдың майын жақпаңдар деген дәрігерлер, үлкен профессор, академиктер де қойдың майымен өскен. Енді қазір басқаша болып тұр. Сондықтан мына бүткіл жаңа ауырған адамның денесінің бәріне қойдың майын жағып тастап, ескі бір футболкасын, бірдеңкесін киіп жататын болса, ертең-ерте сел боп, түніменен сел боп тер аға деген. Жаңағы ауру, қазақта айтады ғой, ауру термен кетеді, жаңағы нәжіспен кетеді, зәрмен кетеді деп айтып жатады. Сол сияқты жақсы терлейді екен. Содан кейін сұйықтықты өте көп ішу керек. Сұйықтықты, әсіресе жаңағы мен ауырған адамдардың ішінде челеда салып қойып ішті жаңағы сұйықтықты. Одан кейін смородинаның замороженный түрі бар ғой, былтырғы морозилке сақтап қойған, болмаса смородинаның вареньесі, бірақ өте тәтті болмау керек. Өте тәтті, өте қышқыл болмау керек. Вирустар, менің байқағаным, тәттіге де кішкене құмарлау. Сондықтан тәтті нәрсені жемеу керек. Сонда жаңағы қойдың майыменен үстінің бәрін майлап тастағанда, 2 күн, 3 күннің ішінде әжептәуір тер шығып, ауру термен шығады. Ауру термен кетеді екен. Тек қана сұйықтықты көп ішу керек. Содан кейін аспирин, парацетамол іштеп жатамыз. Аспирин, парацетамол бұл язвасы бар адамдарға өте қорқынышты. Өйткені язваны ашып жібереді. Аспирин де, парацетамол да. Сондықтан сондай язвасы бар, асқазанның жаңағы ауруы бар адамға көбінесе жаңағыдай қойдың майымен сылап, содан кейін парлағанның керегі жоқ, вирус тарап кетеді деп жатады кейбіреулер. Мен интернеттен оқысам. Жоқ, олай емес. Кәдімгі содаға жаңағы 1,5 литр кастрюльге суды құйып, соған 2, болмаса 3 ас қасық содасын салып жіберіп 5-7 минут қайнату керек. Қайнатып, сол содаға кәдімгі бүркеніп тұрып жату керек. Мен алдыңғы видеоларымда да соны айтқан болатымын. Тағы да қайталаймын. Өйткені түсінбей қалған адамдар көп болады, көп сұрақтар болып жатыр, сондықтан қайталап отырмын. Мына ауру жүріп жатқан кезде қайталағанның ешқандай артықшылығы жоқ. Сондықтан сол язвасы бар, асқазанның жаңағы кінәраты бар, асқазан ауруы бар адамдар
әрқашанда сондай пармен парлап, содаменен басына дейін бүркеп, үстінің барлығына жаңағы ескі киімді киіп алып, үстінің бәрін көрпемен бүркеп тұрып, қойдың майын жауып тастап жатса, термен шығып кетеді екен. Бұл енді айтпаймын үлкен симптомдағы вирустар деп, коронавирустан ауырған адамдар деп. Бұл жеңіл түрімен ауырған адамдарға өте пайдалы. Оған енді біз кейде түсінбейміз, шуылдаймыз, жаңағы рентгенге түсеміз, анализ тапсырамыз, сөйтіп жүріп ауруымызды ұлғайтып аламыз. Жоқ, ауруымызды, бұл да тұмаудың қатты түрін сияқты, былай қарап тұрсаң. Тұмаудан да талай адамдар өлген ғой. Тұмау мысалы асқынып кетіп, қайтыс болып кетіпті деп осы вирусқа дейін айтып жүрдік қой. Сол сияқты кейбіреуі жеңіл түрі болады екен. Сол жеңіл түрінен жаңағыдай қойдың құйрық майы өте пайдалы. Ішсін, жақсын және табанына жағып жатсын. Терлетеді, термен шығарады. Барлығын термен шығарады. Ал енді бұл вирустың, мен енді вирусолог емеспін, бірақ өзімнің тәжірибем арқылы біліп көріп отырған дүниемді сіздерге айтып отырмын. Және өзім сондай жай симптоммен ауырған адамдарға осылай деп, осыны пайдаланған деп айтып отырмын. Антибиотик салып жатыр көбінесе. Мысалы, көп адамдар самостоятельно дейді ғой, өз бетінше емделіп жатыр. Вирусты антибиотик құртпайды. Антибиотикті бекерге салады, былайша айтқанда. Ол енді ұлғайып кеткен түрінде, мысалы басқа аурулар қосымша түрінде сол кезде ғана салады. Мынау енді дәрігердің алдында өте жаңағы қиын жағдайда жатқан кісілерге сондай салып жатады. Ал енді жеңіл симптомдар туралы мен дәрігерлермен қосымша емделетін емді айтып отырмын сіздерге. Сондықтан осыны пайдаланыңыздар. Оның кейін мына адамның басы. Адамның басы ойы өте мықты болу керек. Ауырған адамдар сол ойы мықты болғандықтан ауырып жатқан жоқ. Бір жерден жұқтырды ол. Бірақ дегенмен қанша ауырған күнде де жаңағы біздің ойымыз мықты болу керек. Мен аурудан жазылып шығамын. Қайткен күнде де жазылып шығамын деп. Енді әрине бұрыннан аурулары бар, бұрыннан ескілікті хронический көп аурулары бар адамдарға амал жоқ. Бір жерінен шығып бір жеріне кетеді, сөйтіп өмірден өтіп кететін жағдайлары көп болады. Болмаса, мысалы, орта симптомдағы адамдардың өздері де осы жүгіріп жүріп, уақытты өткізіп алады да, содан да қайтып кетіп жатқан адамдар баршылық. Енді мына тамақ туралы, тамақ ангинасы туралы, енді қазір жақыннан бері байқасам, маған хабарласқан адамдарда тамақ ангина көбейіп бара жатыр. Қалай екенін қайдам? Осы 4-5 күннің ішінде ангина туралы сұраған адамдар өте көп болып жатыр. Ангина туралы мен өткен видеомда айтқан болатынмын, тағы да қосымша айтып кетем. Өткен видеомды көрсеңіздер де болады, көрсеңіздер де болады, бірақ бұл жолғы видеомда да мысалы біраз жерін, керекті жерлерін айтып кетсем болады. Мына ірің деп тұрған кезде, жаңадан ангина басталған кезде пар жасауға болады. Ингаляция дейміз ғой, ингаляция жасауға болады. Ал енді жаңағы ауру өтіп кеткенде, ірің болып кеткен кезде ингаляция болмайды. Ингаляция ол мына бронхыға өткізіп жібереді инфекцияны. Сондықтан инфекция мына тамақта тұрған кезінде емдеп алу керек. Осы ыстығы 39-40-қа дейін барып жатады ангинада мысалы. 39-40-қа дейін ангинада жаңағы ыстығы көтеріліп жатады. Ондай жағдайда тіптен картошканы қабығымен сыртын жуып жеріп, жаңа картошка қазір бар, қабығымен теркадан өткізіп, мына мәрліге салып, мына тамаққа компресс жасау керек. Ана салқын тастай қылмау керек комнатный температурада.
сол мына ішіндегі, тамақтың ішіндегі жаңағы ісініп тұрған ісікті тартып алады. Көбінесе ісікті тартып алады. Тіптен картошка емес, тіптен алма да болады. Қатты алма бар ғой. Қатты алманы, қатты көк алманы, қызылын емес, көгін. Сонда мәрінің бетіне салып, компресс жасап, сыртынан салафан салып, 1-2 сағатқа қойып қойса, мына тамақтың ісігі әжептәуір қайырып жібереді. Ондай да жағдай бар. Ондай жағдайларда көп кездеседі енді. Енді оның кейін ромашкаға қайнатып, жаңағы парлау, ромашка шөбін ішкізу, сондай жағдайлар бар. Ромашка шөбін ішкенде, бір маған жазыпты, ромашка шөбін ішкенде давлением түсіп кетеді. Ол қалай деп. Ол дұрыс емес, ол әркімге әртүрлі. Мүмкін басқаша бірдеңке қылып іштім екен, мүмкін өзінің давлениесі төмен адам болғандықтан шөптің қай-қайсысы болмасын мочегонный. Бойыңдағы суды шығарады. Шөптің қай-қайсысы болмасын. Давлениеге қандай шөп ішем деп жатады кейбіреулер. Любой шөпті іше берсін. Тыныштандыратын шөп бола ма, бүйрек шөбі бола ма, барлығын іше берсін. Сол сияқты енді жаңағы ромашка шөбі бұл воспалениені жақсалады. Қабынғанды жақсалады. Өте қабынғанды жақсалады. Қандай ауру болмасын, сұйықтықты көп ішу керек болады. Өте сұйықтықты көп іше беру керек, бірақ суық күйінде емес, жылы күйінде іше беру керек. Ал ангинамен қатты ауырған жағдайда көбінесе оны жаңағы әбден бойыңнан кетіру үшін бұрын алоэ дейтін укол болған. Алоэ дейтін укол болған, сол алоэді подкожный, мына қолға, жамбасқа емес, қолға подкожный 10-20 штугын салу керек. 10-20 данасын укол қылып күніне бір мезгіл салу керек. Ол өте пайдалы. Тамақ ауруларына өте пайдалы болады. Ал тамақтың өзін және мына алоэ, кәдімгі алоэді өте ашты ғой енді ол. Өте ашты болса да, кішкене турап, майдалап, турап, медқа араластырып, азғана медқа араластырып, тамақтың екі жағына әбден ұстау керек. Медқа емес, тіптен алоэдің өзін ұстаса да болады тамақтың екі жағына. Ол жаңағы сорып алады. Сыртынан компресс жасау керек. Сыртынан компресс жасаса, ол да өте жақсы, алоэмен өте жақсы сорып алады. Бірақ ісіп тұрған кезінде, тамақ ауруын ісіп тұрған кезінде, картошкамен, не алмамен жаңағы суықтық жасап, сыртынан компресс жасап, 2 сағат, 3 сағатқа дейін ұстау керек. Сөйтіп, ол бітіп қалса, қайттан алып тастап, қайта ұстау керек. Өте ісіп кеткен жағдайда. Сонда ангинадан біратылақ құтылады адам. Біратылақ құтылатын болады. Онымен қатар жаңағы буын-буынға кетпес үшін, ангина болғанда көбінесе буын-буынға ревматизм ауруына алып соғады. Оны ота жасатудың керек жоқ деп өткен жолда айттым. Неше түрлі ауруларға ол өткені тамақтан кәдімгі анау-мынауды жібермей тұратын қақпақ қой. 2 миндал, екі жағынан кәдімгі ворота сияқты ашылып жабылып тұратын. Тамақты ары кіргізеді, желді кіргізеді, шығарады деген сияқты сондай бір нелері бар, қызметтері бар. Ал енді вирустан тағы да сақтанып жүрейік. Вирустан сақтану үшін жаңағы қолымызды, бетімізді жуып, мұрнымызды жуып, мына қара сабын өте дәрілік қасиеті көп. Мына қара сабынның пайдасы зор. Қай уақытта болмасын, қара сабында пайдалы. Қара сабынды кәдімгі жаңағы неғып, езгілеп, суын шығарып, соның мұрынды өте қатты ашытады. Мына аяғыңа дейін, басыңа дейін ашытады. Соны ашытса да мұрынға жаңағы даладан үйге кіргенде қара сабынмен мұрынды шаю керек. Ауызды шаясыз, мұрынды шаясыз. Содан кейін мына тамағыңыз кеуіп қалмау керек. Тамақ кепсе, вирус тез қонады. Ана слизі бар жерге онша қона алмайды. Сондықтан қара сабынмен жуынып жүріңіздер. Вирус түрін кейін жылылықты жақсы көреді. Жылыдан қорқады. Сіз жаңағы терлеп,
үстіңіздің барлығына қалың киініп, терлесеңіз өзіңіздің денеңіз түршігіп тұрады ғой өне бойы. Сондықтан жаңағы қалың киініп, терлеп жүргенде қалың киініп алсаңыз, сіз жаныңыз кіріп жүреді. Жаныңыз кіріп жүреді деген сөз, вирус сізден қашты деген сөз. Сондықтан әр уақытта жылы киініп, қазір күннің ыстығына қарамай-ақ қояйық. Қазір денсаулықты күтетін уақыт. Әрқайсымызға жаңағы осы үлкендерімізге әсіресе, үлкендеріміз дейін десең, жастар да кетіп жатыр өмірден. Әсіресе үлкендеріміздің иммунитеті төмен, үлкендерімізге жақсы қарайық. Сол кісілерге жағдайын жасайық, шама келсе үйден шығармауға тырысайық. Енді бар жағдайды жасайық. Бәріміз бір-бірімізден жаңағы ара қашықтығымызды ұстап, маска мұрынменен, кейбіреу масканы түгел жаппайды. Мұрынменен ауызды түгел жабу керек. Сонда сізге вирус сонша кіре қоймайды. Жөні келсе, далада жүргенде, тіпті сыртта жүргенде, итақты мынандай қара очки тағып жүресіздер ғой. Шамаларыңыз келсе, очки тағып жүріңіздер. Сол вирустан қашып жүріңіздер. Бұның да бітетін уақытысы болады. Әр нәрсенің бір өз уақытысы болады. Бір халқымызға келген бір індет болып жабысып тұрған нәрсе тек қана біздің елге емес, бүткіл әлемге келген. Әлемнің барлығы тоқтап жатыр ғой. Біздікі де тоқтайтын уақыт келеді. Мен ойлаймын, өте алыс емес, тоқтайтын уақытымыз келеді деп ойлаймын. Әлі сол жиналып отырмай, қазақшылығымызды жасамай-ақ қояйық қазір. Тек қана Алладан дұға тілеп, сол амандығымызды тілейік. Амандығымызды, ел жұртымыздың амандығын тілейік. Жақсы сөз сөйлейік. Жаман сөз сөйлеп, жаңағы неше түрлі жаман аузымыздан жаман сөз өзімізге келіп қонады екен. Біз біреуге жаман сөз айтсақ, ол адамға ол жаман сөз жетпейді екен. Өзіміздің бойымызда қалады екен. Сондықтан жаман сөз сөйлемей, жақсы сөз сөйлеп, жақсы тілек, жақсы ниет ойлап отырайық әрқашанда. Мына тіпті мына қазақтың адыраспан деген шөбі бар ғой. Өзіміздің кәдімгі инфекцияны кетіріп, әр үйде кварц бар деп айта алмаймын мен. Бірақ та сол адыраспан шөбі жаңағы улы шөп ол. Сондықтан үйге адыраспан түтетіп тұрайық. Ол улы деп айтқан себебім, бұрынғы кезде батырларды бірімен бірі қарсы болған кезде өсіп тұрған адыраспанға қара қазанды төңкеріп қойған. Қара қазанды төңкеріп қойған, сөйткенде оны әбден күзде қара қазанды ашқан кезде адыраспан әппақ болып тұрғанда, кәдімгі жасыл өсіп келе жатқан адыраспан әппақ болып тұрады да, бүткіл уы қазанның ішіне жаңа қонады екен. Сонда қазанның ішінде қонғанды кәдімгі пышақпенен қырып, ана батырларды, болмаса қас адамдарын өлтіру керек болса, біріне-бірі жоңғарлардың уақытысында ғой оның барлығы. Сонда жаңағы адыраспанның қырып алған қырындысын тамағына қосып, болмаса үзеңгісіне жағып жіберген. Сол кезде адыраспанның сол қырындысынан улылығы сонша ол адам өліп қалады екен. Сол сияқты вирусты адыраспан түтетіп отырған ешқандай жаман емес. Ол жаңағы Аллаға Аллаға серік қосқанға жатпайды. Ол қазағымыздың діні менен жаңағы біздің қазағымыздың дәстүрі менен. Сондықтан бұл өзіміздің дәстүріміз. Үйді адыраспан менен түтетіп, анда-санда тіптен адыраспанға шомылып тұрса да ешқандай зияны жоқ. Ал енді мен сіздерге бүгінгі видеомды барынша шамамнан келгенше, ойыма келген дүниелерді айттым. Айтатын біріне-бірін қосатын емес, әр видеоны әр кезде әртүрлі айтып жүрмін. Мына індет кезінде осы індеттің
індет туралы айтқым келді. Жаңағы тамақ ауруын қосып отырғаным, ол да тіптен сол індетке айландырып кететін дүние. Вирусқа арқарда вирус кіріп кететін дүние болғандықтан тамақ ауруына қайттан тоқталып өттім. Өткен жолы айтсам да, бұл жолда қайттан тоқталып өттім. Ал енді менен сұрап жатқан өте жас балалардың күтімі, жас келіншектердің жаңағы екі қабат болуы туралы, екі қабат боларда қандай дайындық керек туралы, тағы да басқа сұранып жатқан адамдар көп. Оларды жеке видео жасаймын. Ал енді осы індеттің тұсында тағы да айтып өтетін нәрсем, адамдарда қорқыныш, үрей. Қорқыныш, үрейден бөлек ұйықтай алмай қалған адамдар бар екен. Ұйықтай алмай кәдімгі жаңағы психикасына әсер етіп, сол мен өліп қалам деп емес, жалпы ана індеттің атын естісе, сондай қорқып өзінен өзі жаңағы әбігерге түсіп сөйтіп қалатын кісілерде пайда болыпты біздерде. Сондықтан мен көбінесе телефонмен сондай кісілерменен көп шұғылданып отырмын. Көп жаңағы психология, психосоматика менен о кісілерменен жұмыс жүргізіп отырмын. Ал енді сіздерге айтатын, үрейленбейік, қорықпайық. Біздің қазағымыздың басынан не өтпеді, талай нәрсе өтті. Тірі адам болғаннан кейін басыңнан неше түрлі жағдайлар өтеді. Сондықтан бұл енді елімізге келген, жалпы бүткіл әлемге келген вирус болғандықтан бәріміз сақтанып, сақ жүрейік. Менің видеомдан сіздерге ұнап жатқандары болса, өздеріңізге пайдалы кеңестерім болса, пайдаланыңыздар. Видеоны жақсылап оқып, кеңестерімнің арасынан сіздердің ауруларыңызға пайдасы тиет деген ойдамын. Әр уақытта аман болайық. Менің подписчиктерім жаңағы қоңырауды басып қойса, сол жаңа видеолар келіп отырады сіздерге, өзі келіп отырады. Сондықтан барлықтарыңыз оқыңыздар, ұнап жатса маған сұрақ қойыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап беремін, әрқашанда сұраққа жауап беремін. Ал жаңағы ел аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Сау болайық, сау болайық. Сіздердің жаңағы дендеріңіз сау болып, мені тыңлағандарыңызға рахмет деймін. Әр уақытта мен сіздермен біргемін. Сұрақтарыңызға жауап беруге ешқашан жалықпаймын. Комментарий жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Барлығына жауап беремін. Рахмет. Сау саламатта, еліміз тыныш, осы індеттен құтылып, күліп жүретін, бәріміз бір-бірімізбен күліп сөйлесетін, бозторғай жаңағы ұялаған, қалай айтушы еді, кішкене айта алмай да қалдым. Сіздерменен жаңағы жақсылықпенен күліп ойнап тойда кездесейік. Бір-бірімізбен жақсылықта кездесейік. Індеттен ертерек құтылайық. Сол күн ертерек келсін. Сау саламат болыңыздар.